Сәлем достар, түсіңізде ақша көргенде бұны қалай жоруға болады? Ең алдымен каналыма лайк басып, подписаться жасауды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде ақша тапқан болсаңыз, ұсақ-түйек қиындықтар аяқталып, табысқа қол жеткізесіз. Ақшаны біреуге беріп жатсаңыз, көп ұзамай өміріңізде сәтсіздіктер басталады. Ал біреуден ақша алсаңыз, керісінше сізді байлық пен жетістік күтіп тұр. Ақша жоғалтып алсаңыз, істеріңізде қиындықтар туындап, отбасында жанжалдар басталады. Түсіңізде ақша санап, оның жетпей тұрғанын анықтасаңыз, өзіңізде күтпеген шығындар болады деген сөз. Ал ақша ұрласаңыз, бұл шынайы өмірде сізге қауіп төніп тұр. Абай болуды ескертетін түс. Егер тиын немесе қағаз ақшаға үңіліп қарап тұрсаңыз, табысыңыз өзіңіздің пысықтығыңызға тәуелді болғаны. Қомақты ақша сомасын қарызға алғаныңыз түсіңізге кірсе, шын мәнінде айналаңыздағы адамдар сізді бай деп ойлайтыны, араларында сізді сараң деп есептейтіндер де жоқ емес. Тұрмысқа шықпаған бойжеткен қызға алған ақшаның барлығын жұмсап тастағанын көрсе, бұл оның жақын досынан айырылып қалуы мүмкін екенін ескертеді. Түсіңізде ақшаны тауып алу кішігірім мазасыздық, бірақ үлкен бақыт. Алдыңызда өзгерістер орын алады. Ақша төлеу сәтсіздікке, алтын алу үлкен келешек пен бақытқа. Ақшаны жоғалту үйіңіздегі сәтсіз сәттерді бастан өткізесіз. Және сізді жұмыста келеңсіздіктер күтіп тұр. Ақшаңызды санау және ақша жетпейтінін аңғару төлемдер мен қиналатыныңызды білдіреді. Түсіңізде ақша үнемдеу дәулет пен мамыражай өмірдің көрінісі. Түсіңізде ақша жұтсаңыз, бойыңызда арам қызығушылықтың пайда болуы. Үлкен соманы санау сіздің бақытыңыз бен байлығыңыздың қол созым жерде екені. Түсіңізде сіз бір бума қаражат тауып, оған жас қыз меншікті құқығын білдірсе, шынайы өмірде сізге жақын әйелдің кесірінен іскерлікте біраз тоқырауға шалдығасыз. Өз ақшасын түсінде оңды-солды жұмсау өз мүмкіндіктерінен көп қаражат құртуды ескертеді. Майда тиындарды көру ісіңізге қанағаттанбаушылық, жұмыста сәтсіздікке жолығасыз. Ал достарыңыз бен жақындарыңыз сізді оларға дұрыс көңіл бөлмейтініңізге шағымданады. Түсіңізде майда ақшаны жоғалтып, өзіңізге аздаған немқұрайлық пен сәтсіздік сезінесіз. Түсіңізде тиын санау өте мұқият және кірпияз боласыз. Түсіңізде қарызға ақша алсаңыз, екі ойлы жағдайда қаласыз. Өзгелерге шын мәніндегіден гөрі жақсырақ көрінесіз, бірақ бұл сізді қанағаттандырмайды. Ал өзгенің ақшасын жаратсаңыз, сіз кішігірім өтірігіңізден ұсталасыз да достарыңыздан айырыласыз. Жалған ақша жасау жамандықтың нышаны. Қарызға ақша сұрау өзіңізді жалған түрде дәулетті сезіне жүріп қиындыққа ұшырайсыз. Түсіңізде жыртылған ақшаны көру де жақсылыққа емес. Ол кедейліктің, аштық пен қарақшылықтың белгісі. Түсіңізде ақша санасаңыз, шынайы өмірде сіз дүние қоңыз, сараңсыз. Ақшаға деген көзқарасыңызды өзгертіңіз. Себебі ол ешқашан адамнан артық бола алмайды. Достар, осыменен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.